Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз сопылы жолда ұстанушымын дейтін кісілердің пірі болып жүрген Хазіреті Құрбанәлі Ахмет Ишан деген кісінің уағызына пікір білдіргімізге отыр. Және де ол кісінің жақын шәкірті болған Дидар Аюпов деген кісінің әлеуметтік желідегі постына қатысты. Жаңағы Хазіреті Құрбанәлі Ахмет Ишан деп таныстыратын кісі соңғы уағыздарының бірінде пірдің рұқсатынсыз муридінің жанын Әзірейіл алып кете алмайды дейді. Яғни шәкіртінің жанын алу үшін Әзірейіл пірдің рұқсатын сұрау керек дейді. Аргумент ретінде Мұса пайғамбардың оқиғасын келтіреді. Мұса пайғамбардың оқиғасында жаңағыдай Әзірейіл періште адам кейпінде келіп, жан алуға келген кезде Мұса пайғамбар үйінде бөтен кісінің жүргенін көріп, жаңағы адам кейпінде келіп тұр ғой. Соны көрген бетте көзінен бір ұрды дейді. Содан жаңағы Әзірейіл періштенің көзі шығып кетті дейді. Содан Алла Тағалаға барып жаңағыдай осындай сен құлың қаламайды сияқты деген сияқты әңгімелер өрбиді. Бұл жердегі нәрсе Мұса пайғамбар Әзірейілдің Әзірейіл екен біліп тұрып ұрды деген әңгімеге сайдыру қаншалықты дұрыс. Адам кейпінде келгендіктен сондай бір Алла білдіртпеген шығар. Енді бұл жерде пайғамбар болсын, әулие болсын, кез келген уақытта ол кез келген қалаған нәрсесін, дүниесін істей алады деген әңгіме жоқ. Алланың берген, жаратқанның берген мүмкіншілігін ғана пайдалана алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі бағып өсірген атасы Абдул-Мутталибтің өзін жаңа қайтыс болар шағында ислам дініне кіргізе алмай кеткені ол белгілі дүние ғой. Сол сияқты тағы да басқа дүниелер бар. Бұл жердің барлығы нені білдіреді? Алла Тағала егер қаламаған нәрсе болса, оны қанша әрекет жасаса да ешкім өзгерте алмайды. Алла Тағаланың қалауымен, берілген мүмкіндігімен ғана жасай алады. Ал енді бірақ жаңағыдай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің сахабалары басқа жақта жаңа бір соғыста жүргенде тауға қарай бұйрық беруі, тауға қарай кетуіне, сол сияқты мұғжизалар өте көп. Әулиелердің кереметтері жайлы бұл жайында ешқандай да не жоқ. Оның барлығы Алла Тағаланың берген жаңағы рұқсат етілген жағдайларында ғана жасалып жатқан дүниелер. Біздің аталарымызға келетін болсақ, Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыз болсын, басқа да кісілердің шығармаларынан, ол кісілердің қалдырған мұраларынан көпшілігін оқыдық. Енді бірақ соның ішінде бұндай әңгімені кездестірмеген екем. Шәкіртінің жанын алу үшін пірдің рұқсаты керек деген. Мысалы, Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың өзі өз хикметінде жан алушы келгенде, Әзірейіл келгенде не қылармын Құдая деген хикметтің арасындағы өлең шумағы бар. Ол кісілер енді Алла Тағалаға қанша жерден жақын болып, Алла Тағаланың қанша кереметін көргенмен, әулиелік дәрежесімен. Бірақ ол кісілер ешқашан мен жеттім, болды, мен бүйт алам, мен сөйт алам деген әңгімеге көшпейді. Тарихта да белгілі қаншама әулие кісілердің жағы хикаяларды келіп жатады бізге. Пәлен жыл ғибадат жасап жатып, соңында бір болмайтын шайтанның азғыруына еріп кетіп, сен жеттің, сенің мынанша құлшылығың бар деген сияқты дүниелердің барлығы іштегі адамды байқатпай жаңағыдай көтеріп, тәкаппарлықпенен бір сәтте әулиелігінен бүкіл нәрсесінен айырылып қалу мүмкіндігі бар. Құдайға шынайы бүкіл мойын ұсынған, бүкіл өмірін арнаған кісілер болса, олардың аузынан ондай сөз шықпайды. Шыққан күнде олардың дәрежесі бірден құлай түседі. Әулиелік дәрежеден айырылып қалады. Дидар Аюпов бауырымыз постында мынандай дүние қалдырған екен. Әрбір пір өз қауымының пайғамбары деген. Әрбір пір өз қауымының пайғамбары. Пір деген ат айтылып тұр ғой. Әулие деген ат бар бізде, пір деген ат бар. Неге пайғамбарлықпенен қатыстыру керек бұл нәрселерді? Соны түсіне алмай тұрмын да. Пайғамбар деп біздің белгілі бір кімдерді айтып жатқанымыз, Алланың Расулі деп кімді айтып жатқанымыз, оның барлығы белгілі. Бізге белгілі болу үшін айтылған, қойылып қойған аттар бар емес пе? Неге онда ол кісіні пайғамбар деген сияқты неге кету керекпіз? Пір деп айтпай, ол пайғамбар деп та мүмкін бір күні жүресіздер, біздің пайғамбарымыз деп. Яғни әр қауымның, өз қауымының пайғамбары. Мен Құдаймын деген адамдар шығып жатыр. Ертең күні мүмкін мен Құдаймын деп та кетер. Пір немесе әулие болсын, артынан ерген бүкіл адам гарантия жәннатқа кетеді, немесе гарантия ол 100% дұрыс жолда келе жатыр деген әңгіме жоқ. Пайғамбарымыздың заманында да қаншама сахабалар болды, бірақ олардың арасында мұнафиқтар да болды. Бірақ пайғамбарымыз оны мұнафиқ не деп шығарып тастамайды ғой. Алла Тағаланың алдында әркім өз дәрежесіне қарай, өз несіне қарай жазасын алады деген сияқты. Әулие кісілердің
өз дәрежесінде құрметтеу бар, бірақ ол жаңағы шектен шықпау керек. Сәл бір нәрседе жақсылықпен азырған шайтанның еруіне еріп кетпейік. Алла Тағала ондайдан сақтасын. Және де мына әлемді иллюзия деген түсінік те бар ол кісілерде. Бұл әлем жоқ деген. Негізі ондайдың айтудың не керегі бар, оны да түсінбеймін, қайта-қайта миды аштым. Бұл әлем жалған деп ата-бабаларымыз айтып кетті. Бұл әлем уақытша, бұл әлем сынақ, бұл әлем қамшының сабындай деген сияқты әңгімелер бар. Бірақ бұл әлем жоқ деген әңгімені бұрын соңды оқыған шығармаларынан, үлкен бұрынғы ата-бабамыздың еңбектерінен естімеп. Бұл әлемді қалай жоқ дей аласыз? Егер сіз қолыңызбен ұстап тұрсаңыз, оны көзбен көріп тұрсыз, ол нәрсе болып жатыр. Бұл жайында Шәкәрім атамыздың өлең шумағында келеді. Өткен шын бар, бүгін шын, ертең шын бар, үшкелек, керегі жоқ бұлардың, өзгермейтін шын керек деп. Бұл нәрселердің барлығы бәр шынмен қолмен ұстап тұрсыз. Алла Тағала жаратып қойды бұл дүниелерді. Оны Құранда да келтіріп қойды. Аспан, бұлт, жер деген сияқты су. Сондықтан ол нәрселерді жоқ деп айту, білмеймін неге керек екенін. Бұл дүние жалған, бұл дүние уақытша десеңіздер, ол бір түсініктірек. Ол нәрселердің барлығын ата-бабамыз айшықтап, бұл нәрселерге қатысты әңгімелерді түсіндіріп қойды ғой. Одан сайын миды ашып не керегі бар? Бірінші сол нәрселерді бойымызға сіңіріп, сол ата-бабаларымыздың еңбегін түсініп алайық. Ата-бабамыздың сөздерінде бұл нәрселер келіп тұрғандықтан, жеке өзімнің жаңағы ақылым бұл нәрселерді қабыл ала алмайды екен. Алла Тағала еліміз, жерімізге тыныштық берсін. Аман болыңыздар. Жақсы.